Қазақстанда заң бойынша президент тек 5 жылға сайланады. Бір тұлға қатарынан 2 реттен артық ел президенті болып сайлана алмайды. Бірақ бұл шектеу Қазақстанның тұңғыш президентіне, яғни елді 30 жылдай басқарған Нұрсұлтан Назарбаевқа қолданылмайды. Мои полномочия до декабря 2000 года. Почему все думают, что я всю жизнь хочу оставаться и, так сказать, в таком ритме работать? Наверное, железным просто надо быть. Почему-то никто об этом не думает. Ендеше Қазақстан Республикасының президенті туралы заң неше баптан тұрады және мұнда не жазылған біле жүріңіз. Қазақстан Республикасының президенті туралы заң 38 баптан тұрады. Мұнда президент қызметіне қатысты біраз жайт қамтылған. Бүгін сіздерге бірнешеуі жайлы айтып берейік. Мысалы, 35 бапта елдің экс-президенттерін қамтамасыз ету жайлы жазылған. Өздеріңіз білетіндей, тәуелсіздік алғалы Қазақстанда экс-президент біреу ғана, ол Нұрсұлтан Назарбаев. 35 бапқа сәйкес экс-президентті қамтамасыз ету, оған қызмет көрсету және оны күзету мемлекет есебінен жүзеге асырылады. Бұған қоса керек жабдықтармен бірге пәтер, мемлекеттік саяжай, жеке күзет, жүргізушісімен жеке автомобиль беріледі. Сонымен қатар ел ішінде тегін жүріп тұруға, тегін медицина және санатория мен курортта емдеу қызметі көрсетіледі. Бұдан бөлек 19 бапта Қазақстан президентінің біраз өзге де өкілеттігі туралы жазылған. Мысалы, бұл бап бойынша президент саяси баспана беру мәселелерін шешеді. Сонымен бірге азаматтарды кешіре алатыны және мәслихат өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтата алатыны көрсетілген. Мысалы, президент туралы заңның 14 бабында орталық сайлау комиссиясының төрағасын және 2 мүшесін тағайындайтыны жазылған. Бұған қоса орталық сайлау комиссиясы туралы ережені де бекітеді. Сонымен қатар 31 бапта республика президентінің зайыбы немесе жұбайы және президентпен бірге тұратын басқа да отбасы мүшелері күзетілуге тиіс екен айтылған. Ал бүгінге осы біз бұған дейін экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев жайында қылмыстық кодексте қандай баптар бар екенін көрсеттік. Көрмесеңіз, көруге кеңес береміз. Бұдан бөлек желідегі парақшаларымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.